Қайырлы кеш, Жұлдыз болғым келеді бағдарламасының көрермендері. Сіздермен бірге мен, Шалғынбай Назым, Қуандық Сандуғаш. Ал енді Сандуғаш ханым, өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Есімім Сандуғаш, фамилиям Қуандық, жасым 30-да, тұрмыстамын, отбасым бар. Қазіргі уақытта балалар шығармашылық орталығын жүргізіп жатырмын. Бізде Сандуғарт орталығының басшысысыз, құрылтайшысыз, жалпы сіздердің мақсаттарыңыз не? Орталықтың мақсаты ма? Орталықтың мақсаты, өзіңіздің мақсатыңыз? Орталықтың мақсаты Арыс қаласындағы балаларды өнерге баулу, өнерлі балалардың қабілетін одан әрмен шыңдау, олардың болашаққа жасайтын нық қадамдарына осы бастан жақсы фундамент құю. Шығармашылық тұрғыдан. Сандуғарт жайлы естігенім бар. Енді өзіңіздің есіміңізбен байланыстырып қойылғасы. Бірақ не үшін гарт, Сандуғарт? Гарт емес, ол сандук, яғни сандуғаш дегеннен сандуғы емес, сандук болады. Сандук. Себебі ар жағында ашты алып тастап, оның орнына арт қойып қойған. Ол енді сурет деген мағынада, иә? Арт деген жалпы искусство. Қалай айтсам болады? Өнер, жоқ. Шығармашылық қой. Шығармашылық. Енді қараңызшы, сіздер жайлы біз біраздан бері білеміз. Жалпы орталыққа қанша жыл болды? 2021 жылы мамыр айында кішігірім отбасымызбен бірге ашылуын жасап ашқанмын. Баста негізі ең бірінші мақсат, мен осылай дамып кетеміз, үлкен орталыққа айналамыз деп ойламадым. Баста тұрмысқа шыққаннан кейін үйде отырып қалмауға әрекет жасаудан туындаған идея негізі. Жалпы өзім Алматыда осындай шығармашылық орталықтарда жұмыс жасаған. Сол идеяны осы Арысқа келіп, енді шығармашылық адам болғаннан кейін үйде отыру маған өте ауыр. Сондай бір қорқыныш мені осындай орталық ашуға алып келді десем болады. Сіздерде мысалы өз орталықтарыңызда бір бренд шығаруға болады. Мысалы мен көрген модельдеріңіздің үстіне қазақи, кәдімгі мына костюм мен сізге апарып берсем, күшті бір сурет ою салып бере аласыз, оны да бренд қылып дамытуға болады. Сол жайлы өз ойыңыз қандай? Бренд қалыптастыру жайлы ойларыңыз қандай? Енді жалпы адам баласы бір нәрсені жасайым дегенде ол нәрсе болмайды. Бренд қалыптасып келе жатыр деген ойдамын. Негізі осы уақытқа дейінгі жасаған жұмыстарымыздың арқасында осылай жасай берсек, бренд шығады деп. Мысалы, сол оюлар, сол суреттердің барлығын өзіңіз ба, или оған бөлек бір апай болады ма? Бізде Ғазиз апай Қожанов мектебінде талай жыл қызмет еткен, еңбек пәні, сурет пәнінің мұғалімі. Қазіргі уақытта біздің орталықта тоже сурет үйірмесінен сабақ береді. Bir жағы біздің менің деп айтсам болады, дизайнерім. Өзі тігеді, сол кісінің идеясы. Жалпы бір жерге келер алдын біз зерттеміз шақырған адамдарды. Біздің зерттеміз бойынша сіздің отбасыңыз осы нәрсеге қызығады. Жалпы барлығы осындай бір өнер адам, шығармашылық адам деп естіп қалдым. Менің папам, әкем де, анам да өнер адамдары, шығармашылық адамдар, екеуі де сурет, сызу деген пәндерден берген. Мақтанып тұрып айта аламын, шығармашылық адамдардан шығармашылық қыз туды деп ойлаймын. Шығармашылықтағы адамдар, олар өте бір басқа адамдардан қарағанда ерекше ойлауға бөледі, басқаша болатын адамдар ғой. Мысалы, суретшілердің өзінің бір ортасы болады. Ал сіз қарапайым адамдармен қалай тез араласып кете аласыз ба, или қиындау болады ма? Енді әр кезде әрқалай. Кейбір кісілермен тез тіл табыса аламын, кейбір кісілермен мүлдем тіл табыса алмауы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе ол нәрсенің бәрі тоже тіл табысуға алып келеді. Енді ол нәрседен проблема көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Көрген жоқсыз. Бізде мысалы Сандуғарт орталығында өте көптеген балдар дәл қазір білім алып жатыр. Бұл айтқанда үйірме деп те айтуға болады, үйірме. Жалпы қанша бала? Жалпы орталықта бізде айта өтейін сурет үйірмесі бар. Көп емес үйірмеміз. Сурет үйірмесі, модельдік үйірме десем болады. Одан кейін кітап оқу үйірмесі бар. Барлығын қосқанда бір 120-дай оқушы шығады. 120-дай? Әжептәуір, енді мектеп сияқты. Мен сіздің осы кітап деп жатсыз, кітап жайлы естігенім бар. Жалпы сол
мықты, өте керемет идея осы кітап. Бірақ бір өкініштісі, бір қолдап отқан, бір осыны қолға алып кетейік деп отқан адамдар байқамадым. Бұл жайлы өз ойыңыз қандай? Енді кітапқа дейін айта өтейін, сурет жайында айтқым келеді. Себебі біз баста сурет үйірмесі болып ашылғанбыз. Себебі мен өзім дизайнер интерьер мамандығын бітіргенмін. Дизайнер интерьер, енді өздеріңіз білесіздер, квартира, үй, помещениялардың дизайнын жасайды. Бірақ дәл сол мамандықты алып кетпедім, суретке келдім. Сол сурет өзімнің қолымнан келетін дүниені басқаларға үйретіп бастадым. Жалпы сурет үйірмеміз өте қарқынды, керемет дамып келе жатыр. Неге? Оған нақты аргументтер бар. Себебі осы 2021 жылдың наурыз айында біз Турцияға барып келдік. Ең үлкен жетістігіміз деп білем. 3 оқушы алып бардым. Мирлан, бізде Інжу және Айым деген 2 қыз, Мирлан деген бір жігіт. Турцияда екеуі гран-при, жоқ, біреу супер гран-при, біреу гран-при, біреу бірінші орын. То есть үшеуі де үлкен бірінші орындарды алды. Одан бөлек бізде Нурила деген қызымыз бар, Бишкектен гран-при алып келді. Інжу деген қызымыз Ташкенттен алып келген, Мирланда Ташкентке барып келген. То есть алыс және жақын шет мемлекеттерді бағындырып келе жатырмыз. Именно осы, дәл осы сурет үйірмесі бойынша. Одан кейін өзім жалпы 2 жыл суреттен өзім сабақ беріп, одан кейін мұғалім алдым. Одан кейін бізде модель үйірмесіне фокусымды аудардым. Қазіргі уақытта модель үйірмесі де жақсы дамып, міне Алла қаласа 2 күннен кейін 21 күні Ташкентке показға барамыз. Біздің модель қыздарымыз, иә. Бірақ енді мен кітап деген түсініксіз болып естілуі мүмкін. Енді көп не кітап ол, қандай кітап, өзің жазасың ба, жоқ, біреудің жазған кітабы, оны не үшін оқиды деген сияқты. Тем более қазір бізде кітап оқу деген мүлдем жойылып кеткен. Енді кітапқа қалай келдім және кітап үйірмесі деген не оқытылады, сол жайында айтып өтейін. Бізде кітап, жалпы өзім енді Арысқа келген екен 2020 жылы тұрмысқа шығып, 2012-де мен мектеп бітірген, получается 2020-да келдім. 8 жылда Арысқа қайта келгенде Арыстағы халықтың қоғамдық орындардағы мәдениеттің өте төмен екені көзге бірден байқалды. Сол мәдениетті қалыптастыруға қандай да бір септігімді тигізе аламын ба деген сұрақ пайда болды. Енді әрине сол сұрақты қойып мен іздедім деп айта алмаймын, бірақ адам іштен ниеттенгенде Құдай өзі жолын алып келеді. Солай бір жүргенде, ойда жүргенде кітаптармен таныстым, отбасы хрестоматиясының кітаптарымен. Сол кітаптарды оқығанда бірінші очередь ойыма келгені мына кітаптарды барлығы оқу керек деген ойға келдім. Себебі өзімнің жалпы табиғатымда бар нәрсе либо максимум, либо 0. Жоқ, мен оны жасауым керекпін, либо мүлдем ол нәрсемен айналыспаймын деген. Сонымен кітаптарды өзім толық оқып бітпей жатып, мен қисса үйірмесін аштым орталықта. Қисса үйірмесі дегенде түсініксіз болуы мүмкін. Жалпы қисса дегеніміз үлкен кісілер қарап отырған болса біледі. Қисса бұл бізде жалпы пайғамбарларымыздың өмірі жайында жазылған әдеби тілде, балаларға түсінікті тілде жазылған аңыз әңгімелер. Оны не үшін оқыту керек деген сұраққа келетін болсақ, жалпы балалар, енді бұл өте ұзақ тақырып, айта берейін ба? Айта беріңіз. Жалпы қисса үйірмесі бізде 13 жасқа дейін оқытылады. 3-4 жастан бастап 13 жасқа дейін қисса үйірмесі оқытылады. Неге? Себебі адам баласы туылғанда ең бірінші анасының, әкесінің, отбасынан бірінші көретін қамқорлығы ол тән қамқорлығы деп алсақ болады. Оған жаңағы туыла салып сүт береді, жаңағындай барлық пайдалы тағамды береді. Ендеше Арыс қаласының жастары, басқа ауыл аймақ сіздерді Сандуғарт орталығына келіп, үйірмелерге қатысып, кітап оқып, керемет конкурстарға қатысуға шақырамыз. Ендеше сіздермен бірге болған Жұлдыз болғым келеді бағдарламасын жүргізушісі мен Шалғанбай Назым, қуандық Сандуғаш. Қош сау болыңыздар.